Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді, ортасы толығымен пісетін жұп-жұмсақ кекстің рецебімен бөлсемін. Кексіңіз дәл осылай пісу үшін жасалу жолдарын сақтай отырып, видеоны соңына дейін көріңіз. Кекс жақсы көтеріліп пісу үшін барлық заттар жылы болуы, яғни бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, ағы мен сарысы араласқанша миксерлейміз. Массамыздың үстіне қант сала отырып, әппақ пена болғанша 4-5 минуттай миксерлейміз. Үстіне сұйық май қосып, бөлме температурасында тұрған 20%-тік сметананы, яғни қаймақты салып, ары қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып, електен өткізіп, массамыздың үстіне саламыз. Арасында түйіршік қалмайтындай етіп миксердің көмегімен немесе лопаткамен толықтай араластырып шығамыз. Осындай қоюлықтағы айран тәрізді теста болуы қажет. Достар, менің каналымда осы рецеппен қатар көптеген торттардың, түрлі выпечкалардың, салаттардың рецептері бар. Алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Кекстің бетіне өз қалауымыз бойынша курага, мейіз немесе грек жаңғағын қосуға болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Кекс дәл осылай болып пісу үшін ең бірінші сақтайтын ереже жұмыртқа мен қантты әппақ пена болғанша 4-5 минуттай миксерлейміз. Оны духовкаға салғаннан кейін духовканың есігін мүлде ашпаймыз. 35-40 минуттан кейін ғана ашып, піскен-піспегенін тексеру үшін шпажканың көмегімен тексеруге болады. Өз духовкаңыздың қызулығына қарай 160-тан 180 градусқа дейін қосамыз. Егер де пешіңіз қатты ыстық болып кетсе, кекстің іші піспай, сырты қызарып кетуі мүмкін. Сол себепті орташа температурада қоямыз. Кексті пештен шығарғаннан кейін ыстық күйінде мүлде кесуге болмайды. Суығаннан кейін барып формадан босатып кесеміз. Қарапайым осы ережелерді сақтасаңыз, сіздің де кексіңіз дәл осылай жұп-жұмсақ әдемі болып піседі.